Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа өте дәмді американдық панкейктерді дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Мен өзім миксермен араластырдым. Миксер міндетті емес. Міне бізде осындай ақ көпіршік шықты. Енді оның үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызға қопсытқышты қосып, осы електің ішінде араластырып алуымыз қажет. Ұнды кішкене мөлшерде қосып отырып араластырамыз. Сонда біздің қазір панкейкіміз жақсы көтеріледі. Барлық ұнды қостық. Енді үстіне ерітілген майды қосамыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай консистенция болу керек. Дайын болған сұйық консистенциямызды қызып тұрған табаға құямыз. Табамыз міндетті түрде құрғақ және қызып тұруы керек. Ешқандай май құймаймыз. Қамырымызды құйғаннан кейін, шамамен 1 минуттан кейін байқасаңыздар, осындай кішкентай ғана тесіктер пайда болады. Яғни бұл аудару керек деген сөз. Енді оны аударатын боламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Біздің панкейкіміз дайын. Енді оны әдемілеп әсемдейтін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша шоколадпен, түрлі жеміс-жидектермен әсемдеулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.